Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомыз органикалық тыңайтқыштар мен минералды тыңайтқыштарды қалай ажыратуға болады деген сұраққа жауап болады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Видеоның соңында бір лайк баса кетіңіздер. Қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Қолдау сізден, әрекет бізден. Енді көпшілігіңіз білетін шығарсыңыз, бірақ білмейтіндер де бар шығар деп айтып жатырмын. Базарға барып тыңайтқыштар сатып алатын болсаңыз, енді оның органикалық немесе минералды тыңайтқыш екенін қалай ажыратуға болатынын айтамыз. Енді тыңайтқыштардың сыртындағы жазуларына қарасаңыздар, мінекей гуми, гумат, гумат кальций, биогумус, гуми деген жазулар бар. Бұл жазулардың ішінде гуми сөзі болса, бұл органикалық тыңайтқыштарға жатады. Органикалық тыңайтқыштар таза органикалық өнімдерден, көңдерден жасалады. Бұл органикалық тыңайтқыштар жеміс ағаштарына өте қажетті, өте пайдалы. Енді екіншісі бәріңізге белгілі азот, фосфор, калий, сульфат, магний, аммиачная селитра, монокалий, монофосфат, бұлардың барлығы минералды тыңайтқыштарға жатады. Бұл минералды тыңайтқыштарда жеміс ағаштары үшін өте қажетті. Енді бақшаңыздағы жеміс ағаштарыңыздың жапырақтары сарғайып, даму кешеуілдеп, жеріңіз құнарсыз болса, онда минералды тыңайтқыштарды беруіңіз қажет. Бұл екі тыңайтқыш та жеміс ағаштары үшін өте пайдалы. Осындай жаз айларында, күннің ысыларында жеміс ағаштарыңызға суымен бірге осы тыңайтқыштарды беріп тұруыңыз қажет. Сонда ғана жеміс ағаштарыңыз сапалы, мол өнім береді. Мінекей достар, осылай тыңайтқыштарды таңдай бересіңіз. Жемістеріңіз көп болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Видеоға бір лайк баса кетіңіздер. Аман сау болыңыздар.